сарт етіп ана жерге отыра қалады. Сөйтіп 41-ші жылы Қаныш Сәтбаев Алматыға алып келген кезінде ғалым болады. Соғыс басталып кеткен, тамақ жетіспейді, паектың бәрін андай карточкамен таратып отыр. Сонда Ілияс Омаров өкіметтің мәшинесін өтіп бара жатқан кезде Қаныш Сәтбаев көріп қалған, кезекте тұрған. Сразу өкіметке келеді, айтады: дендерің салма, сендер Қаныш Сәтбаев деген біздің маңдайымызға біткен ғалым, мақтан деп отырмыз, құда қаласа қаншама шаруа естіп тұрған көшеде. Барыңдар да құртыңдар ананы, Сәтбаев үйінен шықпайтын болсын, тамақтың бәрін үйіне апарып бересіңдер дейді. Көрдіңіз бе проблемасын қалай шешіп жатыр. Одан бөлек естеріңізде болсын, Қаныш Сәтбаевтың үстінен 41-ші жылы 32-ші жылы жазып тастаған. Бірінші арыз қалай түскен, қызықты қараңыздар. Мына қыстың күні Россиядан келген ғалымдар, бұрғышылардың бәрі қыс болды, аяз қатты, май қатып қалады дейді, қашып кетеді ғой үйлеріне. Сол кезде мен қыстың күнінде қазу тоқтатпаймын дейді дағаны, киіз үйді ойлап тұрып жатқаны, қазатын моторды киіз үйдің ішіне қойып қояды, соның ішіне от жағып жылытады. Сонда Қаныш Сәтбаев қыстың күні негізі қазба жұмыстары жүрмеу керек, бұл өтірік, жаңағыдай қыста да жұмыс істеймін деп өкіметтен ақша алып, өкіметтің ақшасын тонап жатыр деп жұмыстың ары жазып жүрген. Арнайы комиссия келіп тексерген кезде Қаныш Сәтбаев сенбесеңдер жүріңдер көрсетемін деп киіз үйдің ішін ашып көрсетті, ішіне шынымен бұрғылап жатыр екен. Содан деп бұл басылады. Содан 41-де келген кезінде 41-ден 50-ші жылдың декабрь айына шейін ол Қаныш Сәтбаевтың дарынын, атағын, даңқын, екпінін көре алмай, ұлтшыл андай мұндай деп бұның үстіне миллион арыз жазып тастаған. Бірақ арыздың бәрі орталық комитетке келеді дағыны, секретардың алдына келіп түседі. Оны Ілияс алып алады дағыны. Кім ол? Сәтбаев па? Хорошо, ертең бюрода бұның мәселесін қараймыз, бара беріңіз, өзім хабарласам дейді, Шымкенттің балдарысы. Қыз ана, Шымкенттің балдар постоянно сөйтіп айтады, Сәке уайымдама, өзім хабарласам дейді, жоқ қой дейді. Сөйтіп Ілияс Омаровта Ілияс Омаров айтады, өзім хабарласам бара бер дейді да. Қаныштың үстіне түскен арызды жыртып орнаға лақтырып жіберіп отыра беретін болған. Сондықтан да Шайхметовтің кезінде, Оңғасыновтың кезінде мына 3 крышасы төбеден жақсы елден қолдап отыр, астында Қаныш отыр, ал білген істейін дейді дағыны, ал жаңағы алдыңа ғылым қойдым, мен де қолым бос қойдым, қанеке бас дейді дағыны. Қаныштың әне жерде бүкіл дарынын қорықпай жүзеге асыратын кезі, жалпы Қазақстанда ғылым білімнің дамып, өсіп өркендеп, ұлтшылдықтың қозып, мәдениеттің құтыратын кезі 41-ші мен 51-ші жылдың арасы ғана. Одан кейін біз позициямыз әлсірейді. Енді келесі қараңыздар, қара біз тарихты мектепте не үшін дұрыс оқымадық? Мектепте оқыдық, қараңдаршы, не деген қиянат. Әуезов бөлек, Қаныш Сәтбаев бөлек сияқты қабылдадық қой біз мектепте. Әдебиет оқыған кезде Әуезов деген болған, семейде туған, осындай, мынандай Абай туралы шығарма жазған, өйткен дейді. Қаныш екеуі дос болған, өмір бақи бірге жүрген, бұлар бір идеяға жұмыс істеген, Алашовпен ауырған, екеуі бірге Алаштарды көрген деген жоқ та. Мен өмір бақи менің санамда Әуезов семейдікі, мынау Павлодардікі, Баянауылдікі екеуі екі жақта жүрген. Тек есейіп қартайған кезінде Алматыда екеуі жолығып қалып қалай деп амандасқан сияқты бір сезім туғызады. Енді келіп Медеу Сәрсенбаевтың кітабын оқып отырсам, бұлар деген 16 жастан бері мынандай дос. Павлодардан бұны Әлкей Сәтбаев ағасы алып барған кезде ана жақтан Әуезов келіп тұрған, екеуі бұлар мұғалімдер дайындайды, училищеде 3 жыл бірге оқып, бірге жүрген. Бұлардың үшіншісі бар, Жүсіпбек Аймауытов, үшеуі тұрады тағы бір квартираны бірге снимать етіп алып, сол жерде анау 17 жасында пьеса жазып жүр, кім Әуезов. Аналар алып оны үйірме ашып жүр. Сөйтіп тағы екеуі бірге жүреді тағы, қызды менен не болады? Революция болады. Сөйтіп тағы Алаш келмей ме ана жерге семейге? Сонымен екеуі жанып тұрған жер, ол кеттік деп Алаштың құрамына кіріп кетпей ме? Сол кезде Құдай сақтады, Сәтбаев туберкулезбен ауырып қалады тағын, бұл үйіне қайтарып жіберді, бар қымызың ішіп келді. Ал Әуезов мына жерде қалып қояды. Сөйтіп тағын бұны ұсталып қалып тұтылып 2 жыл отырып шығатын себебі сол. Сонымен бұл ауылына келіп судья болды тағын 2 жыл. Одан кейін ол ауырып келеді, оған Усовқа тоқтаймыз, Томсқа кетіп қалады тағын, енді жезқазған келіп, жезқазғаннан 41-ші жылы Сыр ғылым академиясының Алматыдағы филиалының замы болып келмей ме? Сол келген кезінде қараса, сіздер ойлайды, біз бүйтіп ойлаймыз, Әуезов кішкентай кезінен дарынды болды, өте талантты болды, оны туғаннан бастап бәрі төбесіне көтерді. Әуезов деген авторитет. Қайдағы авторитет айналайын? 41-ші жылы Әуезовпен бірге отырып шай ішу қауіпті болған. Соны Әбді Тәжібаев естелігінде жазып, мен бір жерде отырған кезде Әуезов деп, қайсың ескішті ме деп айтып еді. Негізі былай таныссаң жақсы жігіт, өте күшті кісі ол кісі деп маған айтты дейді. Қашып жүрдім дейді. Не үшін қашып жүрдім десе, біз газетте жұмыс істейміз ғой дейді. Газетте жұмыс істеген кезде отырып алады тағы бәрі. Мұхтар Әуезов деген бәлеге жолаушы ма, оның күйесі бар, бәлесі жұғады. Ол большевизм рухын біз сияқты түсінбейді деп соғады дейді.